Исвече Русияге қаршы санкциялар узатылмасы ве кuvvetleştirilmesine кол тута. Буну Киевде Исвече баш назиры Стефан Левин білдірді. Нормандия дорты саммит арфесінде Украинаға тыжавузжыға қаршы күрешінде дестек білдірді ве Донбасста вазиятның тынчы зілмесіне Украина кемиятының адымларына музбет қимет кесті. Onun айтқанына көре, бұл адымлар Авропа телекөсізлігі үшін пек мұйым. Декабрінің 9-ында Паристе Нормандия дорты саммит олып кечежек. Декабрінің 12-13 есе Брюксельде Авропа шурасы саммиті олacak. Анда Русияге санкциялар узатылмасы суалі бақылacak. Исвеченің позициясы денешмеген қала. Санкциялар белі бір себеплерден қойылды. Бұл Украина шарқында чатышма ве Қырым ишғалі. Бұл себеплер бар олған жек санкциялар ләғу етілмейжек. Бұл Украина, Авропа телекеслігі üçün мұйымдыр. Перша перемога ми зустрічаємось. Күріші олачағы бұл енді бірінші қалебе. Бұл пек мұйым. Сесен бүслерін қайтардық. Эпіслеріні дегіл, ама не де олса. Яны еліні бізім адамлар Украинада әвлерінде, айлернен бері-берлікте кечірілгені естердім. Мен бұйық бірдені шуғыны істейім. Донбасста Украин қаныларына көре ерлі сайлаларда кечірілі аққында суалыны көтережекміз. Андай пысы фарқаларымыз олмақ керек. Ежнеби көзетчілер ве журналистлер.